Дәл қазір дайындалыңыз. Сондықтан сенімде бекімекпін деп санайтын әркім күнәға батуға аулақ болсын. Қорындықтарға арналған 1 хат, 10 тарау, 12 аят. Үлкен жетістік, үлкен азғырлау тудырады. Сіздің азғырлауды қабылдау қалпыңыз дәл сол кездегі жан күйіңізге байланысты болады. Ешкім сәтсіздікке ұшырауды жоспарламайды. Алайда сіз өзіңіздің рухани қалпыңызға мән бермей жүрген болсаңыз, онда сәтсіздікке ұшырайтыныңыз сөзсіз. Бәлкім сіз, сонда менің не істеуім керек дерсіз. Дәл қазір дайындалыңыз. Мәселен, кез келген емтиханға дайындала аласыз. Алайда, мінез сынағынан дайындалу соншалықты оңай емес. Сондай-ақ, сіз дайын болсаңыз да, болмасаңыз да олар аяқ астынан келеді. Сондықтан сапарға жалғыз шықпаңыз. Егер сіз өзіңіздің кім болғыңыз келетіні жайлы басқалармен бөліссеңіз, онда осы арқылы айналаңыздағы қорғаныс қоршауыңыз күшейеді. Біреуге өзі туралы ашық түрде мәлім ету дұрыс жолдан тайып кетпеуге көмектесетін тамаша амал болып табылады. Ал сынақтар сөзсіз келетін болады. Сіз сондай кезде өзіңіздің шектен шығып бара жатқаныңызды басқа біреудің көріп, әшкерелейтінін білсеңіз, онда теріс әрекеттеріңізді тез мойындап, түзетуге мүмкіншілігіңіз болады. Өзіңізге әрдайым мынандай сұрақтар қойыңыз. Өмірімдегі қандай кішкентай нәрсе болашақта өзімді құртатын мәселе болып кетуі мүмкін? Және менен басқа осы туралы кім біледі? Мәселеңізбен күресу жайында қамыңызды шынымен ойлайтын жақын жандарға алдын ала айтқаныңыз жөн. Әйтпесе жасырын мәселеңіз бір күні сізді бірдеңеге ұрындырып, жұрт сол туралы біліп қойып, ұятқа қаларсыз. Сондықтан сіз өзіңізге және сізге сенетін басқалардың жанына жарақат салатын кішкентай айдаһарларды, яғни әлсіздіктеріңізді өз бойыңыздан тауып, олардың көзін құртуыңыз керек. Сынаққа дайынсыз ба?